Соғыс жылдары Самарқанд кентіндегі кәсіпорындардан құрылысшылары мен жұмысшылары майданға аттанды. Олар жауды қуып, жеңіске жету үшін кетті. Олардың ішінде 1919 жылы туылған Чапасов Иван Семенович те болды. Соғысқа дейін Самарқанд кентіндегі әскери құрылыста мал дәрігері болып жұмыс істеді. 1941 жылдың шілдесінде Қарағанды қаласының Киров аудандық әскери комиссариатымен шақырылды. Майданда 612-ші артиллериялық танкке қарсы полктың барлаушысы болды. Латвиядағы 2-ші Балтық майданының құрамында соғысты. 1944 жылдың 2 тамызында Стети ауылының маңында жаудың қорғанысын бұзу кезінде Иван Семенович 2 тікелей зеңбіректің, 2 станоктың және 1 пулеметтің дәл координаттарын тауып берді. Артиллериялық дайындық кезінде оның мәліметтері бойынша бұл нысандар полктың атысымен жойылды. Жерлесіміз 1944 жылдың 7 тамызында тағы бір ерлігімен көзге түсті. Ежелгі Стоки маңындағы шайқаста жаудың пулеметі мен жаяу әскердің қозғалысын тоқтатты. Өз қалауы бойынша Иван Семенович алға шығып, жеке автоматы мен пулеметтің үнін өшірді. Нәтижесінде 2 неміс солдаты жараланып, біздің жаяу әскеріміздің қолына тұтқынға түсті. Осы батыл іс-әрекеттерімен ерлігі үшін медаліне ие болды. 1944 жылы 3 қарашада Прибалтика шабуыл операциясына қатысып қаза тапты. Латвияда жерленді. Теміртаудың орталық алаңында мәңгілік алау жанып тұр. Бұл жерлестеріміздің ерлігінің даңқы мен есімдерінің мәңгі өшпестігінің белгісі. Еске алу алауы. Бұл алау ешқашан ұмытуға болмайтын ерлікті әр кезде есімізге салып тұрады.